Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Өзіміздің өткен тақырыбымыз бойынша, квадрат түбірлер бойынша мына бір мысалдарды сіздерге көрсетемін деген едім. X-тің квадраты алынған 20 тең 0 деген квадрат теңдеу. Енді өзіміз бұрыннан шығарып келе жатқан сызықтық теңдеулер сияқты айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоғын келесі жағына шығарамыз. X квадрат тең болады 20-ға. Бұдан X-ті табу үшін бізде дәрежесіне 2 тұрғандықтан біз 20-дан түбірді аламыз. Түбірдің астына 20. Енді 20-дан түбірді алуды әлі сіздер білмейсіздер. Сондықтан әзірге X бірінші тең түбір асты 20, алдына шығаруды сосын өтеміз. X екінші тең болады минус түбір асты 20 деген екі жауап шығады. Дәл осындай тағы бір мысал көрсетейін. 2x квадрат алынған 50 тең 0. Бұл жағдайда да біз 50-ді оң жағына шығарып, одан кейін мына коэффициентке бөлетін боламыз. Сызықтық теңдеулер сияқты. 2x квадрат тең 50. Бұдан ары қарай x квадрат табу үшін 50-ді 2-ге бөлеміз. Яғни 25 болады. X бірінші және екінші екі түбір шығатын болғандықтан бізде x біріміз 5, x екінші түбіріміз минус 5. Өйткені 5-тің квадраты да 25, минус 5-тің квадраты да 25 болғандықтан осыны екі түбірменен шығады. Дәл осылай үй жұмысын шығарасыздар.